Бүгін сіздермен тауықтың етінен, яғни куриный рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін 800 грамм тауықтың филесін алып, мясорубкадан өткізіп аламыз. Оған 3 тіс чеснокты қосып, арасына өткізіп жібереміз. Оған тұз қосамыз, паприка қосамыз, және де приправа для гриля немесе тауыққа арналған кез келген приправаны қоссаңыз болады. Жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Бірігу үшін жақсылап тұрып мұқият араластырамыз және де қолымызбен осылай ұрғылаймыз. Ол не үшін? Тауықтың рулетін кескенде шашырап кетпеу үшін жақсылап ұрғылап аламыз. Оған бір жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Пісіретін формамыздың өлшемі 30-40 см. Соған сәйкес фольгамызды алып, жақсылап майлап аламыз. Үстіне жаңағы фаршымызды жұқалап төсеп шығамыз. 4 бұрышты формада жасауға тырысамыз. Және оның үстіне суши жасаған кезде қолданылатын осындай нориді алып, 2 бөлікке бөліп, фарштың үстіне орналастырамыз. Ортасындағы салмасына негізінде курага мен чернослив қосылу керек, бірақ мен қызыл тәтті бұрышты қосып жібердім. Ол да жақсы болып шықты. Жақсылап орап отырып, рулет формасына келтіреміз. Және оны қысып тұрған духовкаға 180 градусқа 40 минутқа жібереміз. Рулетіміз дайын болды. Енді жақсылап сәндеп дастарханға ұсынсаңыз болады. Каналымдағы басқа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.